Сәлем достар, бүгін сіздермен тауық етінен спагетти жасаймыз. Бізге тауықтың төс еті керек болады. Тауықтың етін орташа бөлікте кесіп аласыздар. Қызып тұрған табаға майды құйып қыздырып аламыз. Енді біртіндеп тауық еттерін жайғастырып шығамыз. Тауықтың бетіне тұз, бұрыш, қалауларыңыз бойынша тауықтың приправасын қоссаңыздар болады. Екінші бетіне аударып, қайта қуырасыздар. Тауық етін қуырып жатқан кезімізде, кастрюльдегі қайнап тұрған суға спагеттиді және тұз салып, қайнатып пісіріп аласыздар. Тауықтарымыз пісті, дайын болды. Енді бұларды бөлек тәрелкеге алып қоясыздар. Саңырау құлақтардың сыртын ашып, турап аласыздар. Чеснок пиязды алып, ашып, тазалап, турап аласыздар. Тауықты қуырған табаға сары майды салып, ертіп аласыздар. Үстіне пияз және чеснокты салып, қызартырып қуырып аласыздар. Енді саңырау құлақтарды салып, қайта қуырасыздар. Үстіне 20%-тік сливки құясыздар. Енді дәміне қарай тұз және лапша салып, дастарханға ұсынасыздар. Ас болсын.